Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы биылғы жылды ислам және дәстүр құндылығы жылы деп жариялады. Біздің сайын даламызға, қасиетті топырағымызға ислам дінінің келіп орнығанына қазір 12 ғасырдан астам уақыт өтті. Яғни 1200 жылдан астам уақыт өтті. 1200 жыл уақыт өтсе де біз әлі өзіміздің тілімізді жоғалтқанымыз жоқ. Құндылықтарымызды сақтап келе жатырмыз. Тарихшыларымыз тіпті пайғамбарымыздың заманына жақын кезеңде біздің осы сайын даламызға алғашқы исламның насихатшылар келгенін айтады. Соның қарсаңында біздің көптеген мына күнделікті қатынастағы сөздеріміздің кейбір сөздеріміз осы ислам дінінен, шариғаттан келгенін аңғаруға болады. Қарапайым мәселен, дәстүр, әдет, ғұрып, бұлардың барлығы шариғатымыздың бір балама термині секілді. Ислам діні ешбір ұлтты бір ұлтқа айналдырмайды. Ислам діні кез келген ұлтты өзінің ұлттық тілін, мәдениетін, дәстүрін сақтауға шақырады. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде: «Уа адамзат, біз сендерді бір атадан, бір анадан өрбіттік. Және бір-бірлеріңді танып, ажыратуларың үшін біз сендерді ұлттар мен ұлыстарға бөлдік» дейді. Алланың алдындағы сендердің ең ардақтыларың, жақсыларың, тақуаларың деп аятты түйіндейді. Осы аяттан тарқататын болатын болсақ, жалпы жер шарында өмір сүретін 8 миллиардтан астам адам баласының түбі бір ата, бір анадан тарағанбыз. Аллаға шүкір, қазіргі таңда жер шарында қаншама ұлттар өмір сүріп жатыр. Бірі мұсылман, екінші өзге дін өкілдері өмір сүріп жатыр. Бәріміз осы бір жер шарында біз тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз.